Отбасылы әйелдің 12 қаруы. Әрине, отбасы бақыты ерлі зайыптының екеуіне де байланысты. Дегенмен, жақсы әйел күйеуін өрге сөйлейді, жаман әйел көрге сөйлейді деген сөз бекер емес. Отбасы бақытына жетелейтін қадамдар ең бірінші әйел адамына байланысты. Ерлі зайыптылардың арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін әйелдің бірінші қаруы рахмет айту. Әдетке айналған қарапайым ризашылық білдіру отбасын жағымды ауа райына бөлейді. Күйеуіңіз сіз айтпасаңыз да көптен бері ойлап жүрген немесе ұнатып жүрген затыңызды алып, қалауыңызды орындап қойды ма? Шынайы рахмет айтып, қуанғаныңызды, шынайы ризашылығыңызды білдіріңіз. Сіздің шынайы эмоцияңыз күйеуіңізге қанат бітіреді. Алдағы уақытта да сіз үшін қалауыңызды орындауды қалап тұрады. Екінші қаруы, онымен бір адам болуға тырыспаңыз. Ерлі зайыптылардың әр қайсысының өз жеке кеңістік шекарасы болғаны жөн. Сондықтан өз қызығушылықтарыңыз бен әуес қойлығыңыз болғаны дұрыс. Егер екінші жартыңыз бұған қандай да бір себептермен ортақтаса алмаса, немесе кейде өз-өзімен болғанды қаласа, түсіністікпен қараңыз. Егер екеуіңіз де бір-біріңіздің қажеттіліктеріңізді сыйлай алсаңыздар, бұл отбасын берік етеді. Үшінші, жақсы от анасы болыңыз. Үй тірлігін міндетсінбей, тау қопарып жатқандай жасамаңыз. Тұрмысты оңтайландырудың заманауи әдістерін қарастырыңыз. Артық заттар мен қажет емес заттарды шығарып, кеңістікті ұтымды үйлестіру, ас мәзірін жоспарлау. Мұның бәрі үйдің берекесін келтіріп, ерлі зайыптыларға тұрмыстық ауырлық түсірмейді. Төртінші, күйеуіңіз үшін киініңіз. Біз көбіне қонаққа барғанда, немесе құрбыларымызбен кездесуге барғанда боянып сыланатынымыз бар. Бірақ біз ең алдымен күйеуіміз үшін сәнденуді әдетке айналдыруымыз керек. Ол қай көйлегіңізді ұнататынын біліп алыңыз. Онымен ақылдаспай, шаш үлгіңізді күрт өзгертіп тастамаңыз. Ал жексенбілік қыдырыстарға ыңғайлы джинсы емес, әдемі белдемшені таңдаңыз. Бесінші, оның жағында болыңыз. Есіңізде болсын, сіздер бір командасыздар. Ал жақын адамдар әрдайым бір-бірін қолдауға асығады. Сондықтан барлық жағдайда күйеуіңіздің жағында болыңыз. Түрлі дау жанжалдарда, жұмыстағы келеңсіздіктерде. Бұл оның жеке психотерапевті болу дегенді білдірмейді. Бірақ күйеуіңіз не болса да, сөз оны қолдайтынына сенімді болуы керек. Және туған туыс, дос жаран, әріптестерінің көзінше оған ескерту айтпаңыз. Тек оңашада және оның сезіміне қаяу түсіріп алмай айтқаныңыз жөн. Алтыншы, жүрек қалауын түсініңіз. Жұбыңызды қаншалықты жақсы білемін дегенмен, адамдардың ойы, көзқарасы уақыт өте келе өзгереді. Сондықтан кейде одан отбасылық өмірден не қалайтынын, сізден не қалайтынын сұрап тұрыңыз. Нені армандайды, нені қалайды. Бір-біріңізді түсінген сайын отбасылық үндестік орнайды. Жетінші, оны өзгертуге талпынбаңыз. Жақын адамыңды ешқандай шартсыз жақсы көре білу, оны қалай бар, солай қабылдау. Бұл бақытты отбасын құрудың басты қағидасы. Бірақ көбі мұны ұмытып кетіп жатады. Оны кейде немесе әрдайым жақсартқыңыз келетін, қайта тәрбиелегіңіз келетін, және жалпы одан әдепті адам жасағыңыз келетін ықыласыңызбен күресіңіз. Сегізінші, оның күшіне сеніңіз. Күйеуіңіз ересек адам, және оған екінші ана немесе қатал мұғалімнің қажеті жоқ.
ересек адам балаларға тамақ дайындай алады. Демалысқа шабаданын өзі жинай алады. Өзіне киім таңдап, тіс дәрігеріне де өзі жазыла алады. Оның мәселесі ме? Өзі шешіп үйренсін. Күйеуіңізді жақсы көрсеңіз, ешқашан оған «Мен саған айттым емес пе? Болмайтын бағдарламаларды көреді екенсің. Сөйлесуіміз керек. Мен мұның бәрін сен үшін жасап жатырмын. Еркек болсаң, бүйтпейтін едің» деген сынды сөздер айтпаңыз. 9. Қателесуге құқығы бар. Үнемі жылы шырайлы жүретін, әр қашан кешікпейтін, әр қашан уәдесінде тұратын, тамақты керемет дайындайтын, және тамаша отағасы, әке бола алатын әлемде мінсіз адам жоқ. Жалпы, бір-біріңді шалыс басу мен қателік үшін жазғырып отыру үлкен қателік. 10. Кінәлі сезіндірмеу. Егер адамның қателігін бетіне баса берсе, ол өзін кінәлі сезініп, ол адамнан қорғаныштана бастайды, дөрекі сөйлейді, ал кейін тіпті алыс жүруді армандайды. Ұрыс кезінде «Сен мені жақсы көрмейсің» дегеннен гөрі, ренішті нақты және сындарлы жеткізуді үйреніңіз. Егер күйеуіңіз шынымен көңіліңізге қаяу түсіретін қылық көрсетсе, оның да қателігін жуып шаюға, түсіндіруге құқығы бар. Және сіз де оның шынайы кешірімін қабылдап, ренішті өткен шақта қалдыруға тырысуыңыз қажет. 11. Нені ұнататыныңызды айтыңыз. Әрине, күнделікті «мен сені сүйемін» деген сөздер шынайы өмірден гөрі мелодрамаларда жиі айтылады. Бірақ, күйеуіңіз сізден күнделікті жақсы сөз естіп жүргеніне көз жеткізіңіз. Оның артықшылықтары мен іс-әрекеттеріне қошемет пен қолдау білдіріңіз. Жай ғана «Сен сондай керемет адамсың» дегеннің өзі не тұрады? 12. Тамаша идея деген сөзді жаттап алыңыз. Көптеген отбасыларда ұрыс керіс. Әйелі күйеуін тым қиялы санайтынынан, үй жағдайын ойлаудың орнына, өз арманын іске асыруға асығатын жауапсыз деп ойлайтынынан шығады. Күйеуіңіздің тағы бір идеясы аса жағымды болмаса, бос сандырақ деуге асықпаңыз. Бір сәтке кідіріс жасап, 3-ке дейін санаңыз да, қызық идея екен дей салыңыз. Күйеуіңіз де бірдеңені қалауға, соған қол жеткізуге және арманын іске асыруына құқығы бар. Әйел ердің қисық қабырғасынан жаралған дейді емес пе? Өмірлік жарым деп таңдап тұрмысқа шыққан соң, жарыңызға әйелдік қулығыңыз бен ақылыңызды іске қосып, бақытты жанұяның ұйытқысы болу сіздің қолыңызда. Өмірлік жарыңыздан бір саты төмен тұрып, сыйласаңыз, өзіңізді сыйлата білсеңіз, онда бақытты отбасы бұл сіздің шаңырақта болары хақ. Құрметті оқырман, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта